Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі талқылайтын кісі өлтіру шынымен жұмбақ деуге болады. Бұл 1998 жылдың қыркүйек айында Окленд қаласында болды. Жәбірленуші Жапония азаматшасы 29 жастағы Кайо Мацузава болды. Кайо Мацузаваның отбасы оның Жаңа Зеландияға сапары туралы қатты алаңдады. Сапардың негізгі мақсаты ағылшын тілін үйрену болды. Қыз оны 1 жыл бойы шетелде оқуды жоспарлады. 1997 жылы қарашада ол өзінің туған қаласы Ямагатадан кетіп, жаңа өмірге бет алды. Тұрақты тұру үшін қыз Жаңа Зеландияның кішкентай Крайстчерч қаласын таңдады. Онда ол Доминион ағылшын мектебіне оқуға түседі. Оқумен қатар ол мейрамханада даяршы болып жұмысқа орналасты. Мектепте ол Наоми Каюши есімді қызбен танысады. Олар тез достасып, бірге өмір сүре бастайды және Жаңа Зеландияны аралай бастады. Ол өте бақытты адам болды. Ол ешқашан ешкімге жаман сөз айтқан емес. Біз әрқашан Крайстчерчтегі дүкендер мен түрлі іс-шараларды бірге өткіздік деп бөлісті құрбысы. Құрбысының айтуы бойынша Кайо Жаңа Зеландиядағы қалаларды аралағысы келген. Достары Кайоның өте мейірімді болған, адамдармен тез тіл табысатын, ашық мінезді болғанын айтады. Ол есірткі, психотропты дәрі секілді зиянды заттарды мүлде қолданбаған. Кайо үйіне үнемі ашық хаттар жіберіп отырған. Тамыз айында ол анасына ашық хат жіберді. Онда ол былай деп жазады: «Қымбатты анашым, туған күніңмен. Мен 4 қарашада Жапонияға үйге оралуды шештім. Сондықтан 3 ай ғана қалды. Махаббатпен, Кайо». Бұл Кайоның соңғы хаты болатын. Кайо ағылшын курсын аяқтағаннан кейін сертификатын алып, өзімен бірге тапқан $3000 алып, елдің солтүстігіне турист ретінде баруды шешті. Осылайша ол 11 қыркүйекте Оклендке ұшып кетті. Кейіннен Кайоның қалада 3 күн тұрғысы келгені анықталды. Ол Окленд қаласының орталығында орналасқан жаяу жүргіншілерге арналған қонақ үйге алдын ала тапсырыс берген. Ол жерге келген жас қыз 3 қабатта орналасқан 35 бөлменің кілтін алып, оған көтеріледі. Содан кейін оны тірідей ешкім көрмеген. Бөлмеде ол әуе сапарынан кейін демалу үшін төсегіне жатпайды. Душ қабылдаған жоқ. Заттары салынған рюкзакты шешіп алды да бірден бұрышқа лақтырып қалаға серуендеуге кетті. Әрине, бұл біртүрлі көрінеді. Тағы бір қызығы, көшедегі қауіпсіздік камералары жапондық туристі рюкзаксыз түсіре алмаған. Оның суреттері тек рюкзакпен бірге болды. Әйел шаттл автобусынан түсіп, қонақ үйге қарай бет алады. Қонақ үйге кірген, бірақ содан кейін қонақ үйден шыққаннан кейін оның суреттері жоғалып кетті. Бұдан шығатын қорытынды оның қонақ үйден мүлдем шықпағандығын көрсетеді. Бөлме 3 тәулікке төленді. Сондықтан жапондық туристі 14 қыркүйекке дейін ешкім мазаламаған. Көрсетілген мерзімнен кейін қонақ үй әкімшілігі рюкзакты багаж қоймасына апарып, полицияға жапон азаматының жоғалып кеткенін хабарлады. Айта кету керек, Кайо қоныстанған жер қаланың іскерлік орталығы болып табылады. Қонақ үйден 100 метр қашықтықта орталық аудандық соттың ғимараты орналасқан. Жолдың арғы жағында ірі банк пен сауда орталығы орналасқан. Бұл аймақ әрқашан бейнекамераларға толы болды. Бірақ Мацузава назардан тыс қалды. Жоғалған туристі сыртқы бейнебақылау камераларынан көрмей, полиция бүкіл қонақ үйді мұқият тексерді. Алайда, тексеру соншалықты мұқият жүргізілмеген болуы керек, себебі маңызды дәлелдерді ешкім байқамады. Олар қан іздерін, күрес іздерін, сынған жиһаздарды, сынған әйнектерді іздеді, бірақ ештеңе таппады. Содан кейін жергілікті детективтер қонақ үйдің жанында орналасқан мекемелерді аралай бастады. Адамдарға турист әйелдің суреттері көрсетіліп, бұл әйелді біреу көрді ме деп сұрады, бірақ оны ешкім таныған жоқ. 9 күн өтті. Бірақ Кайо Мацузаваның жоғалып кетуіне қатысты ешқандай анықтама табылған жоқ. Содан кейін полиция дәлелденген әдісті қолданды. Ол жоғалған жапондық туристі табуға көмектесу үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа жүгінді. Келесі күні полиция бөлімшесіне қаланың орталық бөлігінде қоқыс жинаушы болып жұмыс істейтін адам хабарласқан. Ол 16 қыркүйек күні кешке қоқыс жәшігінен әйелдің әмиянын тапқанын хабарлады. Онда ол жоғалып кеткен әйелдің атына төлқұжат, сондай-ақ банктік карта, сақтандыру полисі, ұшақ билеті және басқа да ұсақ заттарды тапқан.
Қолма-қол ақшаға келетін болсақ, олар әмиянында болған жоқ. Жұмысшы қызды іздеп жатқанын білгенде дереу полицияға табылған заттарды тапсыру үшін келген. Бұл олжа заң қорғаушылар арасында әртүрлі болжамдарды тудырды. Бірақ ең қызығы, сол күні тура 1 сағаттан кейін полицияға жалаңаш әйелдің өлі денесі табылғаны туралы хабарлама келеді. Олар оны қызметтік бөлмеде тұрған шкафтан тапты. Ол күзетілетін орталық аудандық соттың өрт сөндіру бөлімінің жанында болды. Жоғалған жапондық әйелдің өлі денесі сот ғимаратының электронды құлыппен жабылған баспалдақтың жанынан кілтпен жабылған бөлменің шкафынан табылды. Осы сәттен бастап Кайо Мацузаваны өлтіру құпиясы белгілі бір мистикалық рингке ие болғандай болды. Мәйітті мүлдем кездейсоқ қосалқы жұмысшы тауып алған. Оған ғимараттың арғы жағында жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін бояу құтысы қажет болды. Ол қызметтік бөлменің кілті бар менеджерді іздеген, бірақ ол демалыста екенін біледі. Менеджер кілттерді өзімен бірге алып кетті ме, әлде оларды жұмыс орнында қалдырды ма белгісіз. Бірақ жұмысшы мұндай пайымдауларға алаңдамады. Ол жай ғана артқы бөлменің есігін кішкене сынықпен қысып ашпақшы болғанда, бірден жағымсыз иісті сезеді. Жұмысшы иістің көзін бөлменің арғы бұрышындағы ескі гардеробтан тауып алып, дереу полицияға хабарласқан. Келген детективтер бөлмені мұқият тексерді. Шкафта жалаңаш әйелдің мәйіті болған. Киімдері қатар жатты. Бұл қара шалбар мен футболка болатын. Дәл осы киімдермен Кайо қонақ үйге кірген. Әйелдің іш киімі де осы жерде жатты. Мәйіт анықталып, оның шынымен де Кайо Мацузава есімді жоғалып кеткен жапон әйелі екендігі анықталды. Олар оны мәйіт табылғанға дейін 10-12 күн бұрын өлтірген. Өлімнің себебі тұншығу болды. Қылмыскер жәбірленушінің мойнын қолымен қысып немесе бетін жастықпен жауып тастаған. Мамандар туристті басқа жерде өлтірді. Содан кейін мәйітті артқы бөлмеге ауыстырды деген қорытындыға келді. Сот ғимаратына мәйітті қалай кіргізгені детективтерге жұмбақ болды. Барлық нысандарды мұқият зерттей келе, сот ғимаратқа тек негізгі кіреберіс арқылы және ғимараттың екінші жағында орналасқан гараж арқылы ғана кіруге болатынын анықтады. Өрт сөндіру сатысы болды, бірақ ол үнемі дабыл астында болды. Сотта жұмыс істейтін адамдардың жеке электронды кілттері болған. Әрқайсысының кіруі мен шығуын компьютерлік жүйе жазып алған. Сондықтан ғимаратқа кіретін және шығатын кез келген адамды бақылауға болады. Полиция қызметкерлері ғимараттан 11 мен 22 қыркүйек аралығында кіріп шығу туралы мәліметтерді ұсынуды талап еткен. Бірақ мұндай мәліметтер компьютерлік базада жоқ болып шықты. Сонымен қатар тағы бір қызықты жайт анықталды. Сот ғимаратында шағын мейрамханаға апаратын есік болған. Онда Фемиданың қызметшілері үнемі түскі ас ішетін болған. Бұл есіктен тек судьялар ғана емес, сонымен қатар хатшылар, референттер, адвокаттар, күзетшілер және сот ісін жүргізуге қатысы бар басқа да адамдар кіретін болған. Бұл есіктің жанында қозғалыс сенсоры тұрды, бірақ одан бір күнде қауіпсіздік пультіне мыңдаған сигналдар келіп тұрған. Бірақ мейрамханада да осындай қауіпсіздік жүйесі болған. Егер кісі өлтіруші мәйітті мейрамхана арқылы алып өткен болса, онда оның датчиктері де іске қосылуы керек еді. Алайда, мейрамхананың компьютерлік базасындағы мәліметтер де белгісіз себептермен 11 мен 22 қыркүйек аралығында қолжетімді болмады. Бұл жерде сот ғимаратында да, тамақтану мекемесінің ғимаратында да деректерді қасақана жою анық көрінді. Компьютерлердің өзі күзет қызметкерлері жоқ бөлмелерде болған. Яғни оларға кілттері бар ғимараттың жалпы орналасуын білетін және компьютерлік техниканы білетін кез келген адам кіре алады. Ақырында тергеушілер Кайо Мацузаваны жұмбақ түрде өлтіру келесідей болды деген тұжырымға келді. Жапондық турист әйелді 11 қыркүйек күні кешке немесе 12-сіне қараған түні белгісіз біреу өлтіреді. Кісі өлтіруші мәйітті сот ғимаратының артқы бөлмесіне жасырып, оның табылуын күтеді. Бірақ уақыт өте келе мәйіт табылмайды. Содан кейін қылмыскер мәйітті алып, барлық дәлелдемелерді жойған-жоймаған тексеру үшін сол жерге барады. Бұл 16 қыркүйекте түстен кейін болады. Бұл жолы қаскүнем туристің құжаттары салынған қол сөмкесін алып кеткен. Сол күні кешке ол оны қоқыс жәшігіне лақтырып жібереді. 1-2 сағаттан кейін сөмкені жұмысшы тауып алады. Қоқыс жәшіктерінің жанында көптеген маршруттары бар аялдама болды. Сондықтан полиция қылмыс жасаған кезде қылмыскердің көлігі жоқ деп шешті.
Кейінірек кісі өлтіруші сот ғимараты мен мейрамханадағы компьютерлік базаларды жойды. Шамасы ол осы объектілермен қандай да бір түрде байланысты болған. Мүмкін даяршы, күзетші болып жұмыс істеген немесе басқа қызметте болған болуы мүмкін. Полиция орталық аудандық сот пен мейрамхананың барлық қызметкерлерін тексерді. Кісі өлтіруші жұмыс орнын немесе тұрғылықты жерін ауыстыруға тырысады деп болжанды. Бірақ мұнда ештеңе болған жоқ. Жергілікті детективтер күдіктілерді де таба алмады. Жапондық әйелді кім өлтіргені, оның денесі қызметтік бөлмеге қалай түскені, марқұм өмірінің соңғы кешін қалай және кіммен өткізгені әлі күнге дейін белгісіз. Ең бастысы, қонақ үйден шыққаннан кейін көшедегі бейнекамералар Кайоны қала көшелерінде неге жазбағаны. Бұл дегеніміз кісі өлтірушінің өте епті және салқын қанды екендігін көрсетуге болады. Кайо Мацузаваның өлімі әлі күнге дейін жұмбақ болып қалды. Ал өлтірушіні табу ықтималдылығы күн сайын азайып келеді. Бір қызығы, біздің әлемде мұндай ашылмаған және жұмбақ қылмыстардың саны өте көп, ал кісі өлтірушілер бостандықта жүргені. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.